оқушылар, осымен сабағымызды қорытындылай келе, өткен жолы біз Абайдың 32-ші қара сөзін осымен аяқтадық. Өткен жолы Абай Құнанбаевтың 17-ші қара сөзін және де шығармашылығын, өлеңдерін, қалың елім қазағым, лай суға майық 5 өлеңдерімен танысқан болатынбыз. Осы сабақты қорытындылау мақсатында Quizzes платформасы арқылы мен сендерге бірнеше тапсырмалар алып келдім. Соны бір оқушы тақтаға шығып орындаса, қалғандарымыз телефонда орындасақ, мен сіздерге ссылкасын жібердім. Қане, кім? Армангүл, келші тақтаға. Сабақта қандай әсер алдыңыздар, соны бағалау мақсатында сіздерге ссылка жібердім WhatsApp-қа, сол арқылы бүгінгі сабақты бағалай қойыңыздар. Мектеметр платформасы арқылы. Сабақтан алған әсеріңіз қандай? Керемет, жақсы, орташа. Осы біреуін таңдап маған жібересіздер, мен сіздердің нәтижелеріңізді көретін боламын.